Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге өнер достар. Бүгін сіздер өте керемет видео, қандай видео десеңіздер, бүгін сізде өзімнің бастан кешкен оқиғамды айтатын боламын, қорқынышты оқиғамды айтатын боламын. Достар, лайктарын басып арнағызып кетіңіздер. Давайте видеоға кеттік. Бір күні мен ВК-да отырған болатынмын. Сол ВК-да отырғанда бір бала жазады маған бір бала жазады: түнгі үште ешқашан Free Fire ойнама деп. Мен өте қатты қорқып кетемін. Оған жазайын десем, ол мені часатып тастайды. Мен қатты қорқып кетемін. Және де ол маған өте қатты қызық болып кетіп, мен түнгі үште Free Fire ойнағым келіп, не болатынын көргім келіп, сол түнгі үште күттім. Түнгі үш болды, мен Free Fire'ға кірдім. Free Fire'да дым өзгеріс байқаған жоқпын. Сондықтан да ол ойында каткада шығар деп ойынға кірсем, бәрі қап-қызыл болып кетті. Мен қатты қорқып кеттім. Лобби өте қорқынышты, қап-қызыл қан сияқты болып тұрды. Мен өте қатты қорықтым, бірақ та ары қарай жалғастыруды шештім. Осылай мен ойынға кірдім. Осылай мен ангарға түстім. Ана пик клоктау жаққа баруға қорықтым, өйткені ол жақта енді түнгі үште баруға қорықтым. Осы ангарға түсіп кішкене лут жинап алуды шештім. Енді жаман қорқа бастадым, өйткені бәрі қап-қызыл, дым көрінбейді вообще. Қатты қорқа бастадым, бірақ та нормально ойнап келе жаттым. Енді осылай ойнап келе жатқанда алдымнан бір дауыс шығады. Ол қандай дауыс десеңіздер, мінекей дауысы, мінекей видеоға соны жазып алдым. Міне тыңдаңыздар. Өте қатты қорықтым. Мен осындай дауыс болды. Айқайлаған дауыс па, бір шыңғырған, күлген дауыс па. Өте қатты қорықтым. Осы күнім өте жаман күн болды деп ойладым. Гаренаның бұндай бар екенін білмедім. Достар, сосын Free Fire'дан шығып, қайттан кіруді жөн санадым. Сөйтіп достар, мінекей шығып қайттан кіргенде бәрі өте жақсы болды. Қызыл бірдеңе үшін бояу бәрі кетіп қалды. Жаңағы дауыстардан да кішкене жоқ болды. Түнгі үште. Енді достар, бұл видео жай ғана қызық үшін, және де көңіл көтеру үшін жай ғана сондай видео болды. Және де хайп үшін жазылған видео. Енді менің каналымда актив түсіп жатыр, соған байланысты мен осындай видеолар түсіремін енді. Және де достар, 900 подписчикке өте көп рахмет. Енді алдағы уақытта 1000 подписчикке жетуімізге тілектеспіз. 1000 подписчикке жетуімізге. Енді лайктарыңызды басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Бұл видео тек хайп үшін жасалған видео. Лайктарына басып кетіңіз. Ал достар, енді сіздермен бірге болған Ероха. Давайте. And I don't know why, but I want me dead. Where's my God? I just